Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен пепперони пиццасының үй жағдайында жасалу жолымен бөлісетін боламын. Осы рецепті қолданып көріңіздер, қамыры өте жұмсақ әрі дәмі керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп саламыз. Мен екінші қайталап електен өткізіп жатырмын. Електен өткізген сайын қамырымыз өте жұмсақ, нәзік болып келеді. Үстіне тұзымызды, қантымызды және де ашытқымызды саламыз. Және де осы құрғақ өнімдерімізді араластырып аламыз. Ұнымыздың ортаңғы бөлігін ашып, жылы суымызды құямыз. Және сұйық май құямыз. Содан соң араластыра отырып қамыр илейміз. Қамырымызды илеу барысында кішкене ұн қолдансаңыздар болады, бірақ ұнды көп қосуға болмайды, қамырымыз өте жұмсақ болып келеді. Сол себепті кішкене ғана үстелдің үстіне сеуіп, сол ұнмен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Міне бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығуы керек. Дайын болған қамырымызды ыдысымызды майлап ішіне саламыз. Қамырдың үстіне кішкене май жағамыз. Және де бетін жақсылап жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Қамырдың үстіне жағатын соус дайындаймыз. Ыдысқа кетчуп және де майонезді салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей қамырымыз көтерілді, жұмыс жасауға дайын. Қамырды екіге бөліп аламыз. Осы рецептпен 2 үлкен пицца шығады. Қамырды екіге бөлген соң бір бөлігімен жұмыс жасап, бір бөлігін жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Қамырды оқтаудың көмегімен жаямыз. Қамырымызды формамызға орналастырып, дөңгелек пішінге келтіре отырып жаямыз. Қамырдың осылай шеттерін шығарып, бортик жасасаңыздар болады. Дайын болған соң үстіне соусымызды құйып, және де жағып шығамыз. Үстіне үккіштен өткізілген ірімшігімізді саламыз. Және де осылай жұқалап туралған колбасаларымызды бетіне қойып шығамыз.
Дайын болған соң 200-230 градуста қызып тұрған пеште 7-8 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей пицца дайын болды. Қамыр өте жұмсақ болып піскен. Сіздерге қазір кесіп көрсететін боламын. Қараңыздаршы, сондай нәзік, жұп-жұмсақ. Пиццериядағы пиццалардан дәмі еш кем түспейді. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Үй ішілеріңізді қуантыңыздар. Осы рецепті қолдана отырып жасап көріңіздер. Еш өкінбейсіздер. Менің арнама тіркелуді және де лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да керемет рецептер болады. Назарларыңызға рахмет.